Бірінші рет дайындасаңыз да өте дәмді әрі ойдағыдай шығатын блинчиктің рецептісімен бөлістім. Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Видеоның соңына дейін көріп, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, жарты чайный ложка тұз қосып, 3 қасық қант қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. 2 немесе 3 қасық қоссаңыздар да болады. 3 қасықта блинчиктің дәмі тәтті болып шығады. Қатты тәтті ұнатпасаңыздар, 2 қасық қоссаңыздар да жетеді. Қантымызды жақсылап ерітіп алған соң, жұмыртқаның үстіне кішкене ғана ұн қосамыз. Бізге бұл жерде 200 грамм ұн қажет болады, бірақ барлығын бірдестен салып жібермейміз. Шамамен 50 граммдай сүтпен кезек-кезек етіп араластыратын боламыз. Енді кішкене ғана сүт қосып, кейін тағы да ұн, қайтадан сүт қосып, жақсылап кезекпен араластырып алатын боламыз. Достар, егер де сіздерге көбірек блинчик қажет болса, үйлеріңізде адам көп болатын болса, дәл осы рецепті 2 есе қосып жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде мен 2 жұмыртқа, 200 грамм ұн қостым, ал 2 есе жасайтын болсаңыздар, 400 грамм ұн, 4 жұмыртқа, 400 мл сүт дегенде 2 есе қосып, араластырып жақсылап көп блинчик жасай берсеңіздер болады. Және де достар, бұл жерде сүтті холодильниктен алынған мұздай сүтті қоспаңыздар. Комнатный температурада тұрған жылы сүтті қолдану керек. Ал енді соңында 200 мл қайнаған суды қосып, тез-тез араластыратын боламыз. Бұл жерде де қайнаған суның барлығын бірдестен қосып жібермейміз, бөліп-бөліп қосып, тез-тез араластырып аламыз. Үш ас қасық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз осындай сұйық болу керек, видеодағыдай қою болып қалмасын. Ал енді сковородкамызды қыздырып, барлық жеріне майымызды жағып, блинчигімізді пісіре беретін боламыз. Блинчик жалпы негізі тез піседі, сол үшін міндетті түрде басында тұрып қарап тұруларыңыз қажет.
Мінекей достар, блинчигіміз да дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, және де менімен комментарияда бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.